Саусақтарыңызды аямай лайк басып тастаңыздар. Лентаға көбірек шығып жаңағы тұруға жақсы. Енді мына орыстың өстіп Латвия, Литва, Эстониядағы бұл масқара қылығы екі түрлі менің болжалымда. Енді қате келсе, оны менікім кінәлім емес. Біріншісі майдың 9-ына дайындалып тұр. 20 күн қалды. Ап деп жұтып алатын, Украин сияқты қиынға тоқтамайтын, Украин сияқты ұзаққа созылмайтын, Украин сияқты мынандай қырғын болмайтын, жаңағы тіске жұмсақ, жұтқанда кеңірдекті жыртпайтын, Путиннің аузын онан ары қанжоса қылмайтын, тез сіңетін, сұйық салаң сияқты ап деп жұтып алатын бір нәтиже керек болып тұр. Ол нәтиже Путин орыс шовинизммен ауыратын 100 миллиондаған өзінің шовинизммен ауырып артынан қолдаушыларына керек. Ендеше орыстың тісіне ең жұмсақ, орыстың асқазанына қолайлы, жұтып алса ішін ауыртпайтын, кеңірдегінен лып етіп өтіп кететін, және бір жерінен лып етіп шығып кететін ең жұмсақ кім ол? Бірі Қазақстан. Екіншісі Латвия, Литва, Эстониядағы жер көлемі кішкентай елдер. Олар жаңа анау-мынау деп үлгірген аралықта ап етіп астанасына дейін басып алуға болады. Басып алғаннан кейін ары қарай енді атомы бар, басқасы бар. Сол жерде қан жоса қылып, жерде соғыса тұруға. Кем дегенде майдың 9-ы мерекеге дейін жаңағы соңғы өзім дегенде өгіз күшім бар деп майдың 9-ына дейін әгі жерді тасталқан қып, қаласын қиратып, олар қайтадан Еуропа, Америкадан жаңа күш алып, одан қайтадан алып алғанша, былайша айтқанда басып алып, бір мезеттік болса да нәпсілерін, шовинистік, жаңа популистік, пиарлық нәпсілерін қандыратын сол Латвия, Литва, Эстония тұр. Сондықтан Латвия, Литва, Эстонияға да соғыс ашу мүмкін. Онсыз да орыстың әскері тұрған, онсыз да орыстың жаңағы бейресми түрде бодандығына қайтадан түскен, қаңтардағы қанды қырғыннан кейін қазақ жерінен кетпей тек қазақтың әскери формасын киіп тұрған, әлі де әскери нысандарменен, әскери базаларда орыстың әскері тұрған, әуежайларменен әскери әуежайларда қазақтың әскери формасын киіп отырған сол орыстың әскерлері бар екендігін дәлелдеу үшін, олар Қазақстанда бір біз білмейтін, біздің түсімізге кірмеген бір әскери операция жасауы мүмкін. Немесе ресми түрде Қазақстанды өзімізге қосып алдық деп, Назарбаев Тоқаевпен саудаласып, Қазақстанды жаулап алуы мүмкін. Онсыз да Қазақстан орыстың отары қазір. Қазақстан онсыз да орыстың отары. Орыстың әскері тұр. Орыстың жаңағы біз санында білмейтін әскери базалары тұр. Мынау Қостанайда, Ақтауда орыстың әскери техникалары тайраңдап жүр, әлеуметтік желіде тұр. Оны Қазақстанның құзырлы мекемелер, олар жаңағы әскери базасынан екінші әскери базасына бара жатып, дүкендерге кіріп сусын алыпты деп жасырып жапқанмен, ол орыстар Қостанайда, Ақтауда неғып тайраңдап жүр? Орыстың әскери техникасы. Бұның барлығының артында үлкен шоу, пиар жатыр. Енді соны майдың 9-нан бұрын не Тоқаев, не Назарбаев, не Путин біз Қазақстанды ресми түрде өзімізге қосып алдық деп жариялау мүмкін. Себебі бұндай жарияламаса, Путиннің Украинада тасталған болған бетін, Украинада аузы мұрны тасталған болған жеңілісін, сәтсіздігін орыс шовинистерінің алдында жуып шая алмай қалады. Бұл бірінші фактор. Екінші фактор сол ап деп бір тарп бергенде басып алуға мүмкіндігі бар, шамасы толық жететін, анау Еуропа жиын ашып, ойбай, ақ көк, зымыран берейік па, қару берейік па, танкі берейік па дегенше жаулап алатын сол Латвия, Литва, Эстония тұр. Ал енді көп ел ойлайды, көп жұрт ойлайды, ойбай, орыстың шамасы жоқ деп. Енді осыған жауап берейік. Кезінде Қырымды жаулап алды. Қырымды жаулап алған кезде кім бар еді? Америкада Обама деген кісі бар болатын. Обама деген ана қара домалақ бар болатын. Сол Обама Қырымды орыс жаулап алған кезде ол дымдас деген жоқ. Ол 8 жыл тұрды. 8 жылда ол Қытайды барынша қуаттандырды. Қытайды экономикалық жағынан максимал деңгейде әлемдік ірі қаржылық алпауытқа айланып шыға келуіне сол Обаманың үлесі зор болды. Ол Қытайменен бизнесті тастай қылды. Ал орыс
мына Қырымды жаулап алған кезде ол көзін жұмбалды. Көзін жұмбалды, көрмегенсі де. Себебі оған оның жаңағы глобалистік солшыл демократтық бағытына оның солай болғаны керек болды. Мен бұдан бұрынғы лекцияларымда айтып келе жатырмын. Бұл батыстағы солшыл демократтық бағыттағыларға Қытай мен Орыстың күшейгені керек болды. Олар оны өздерінің бір халықаралық геосаяси бір тактикалары, әдістері деп көрсетеді. Бірақ шын мәнінде оларға сол Қытайдың байығаны, қуаттанғаны, тіпті әскери техникасының күшейгені, Орыстың жаңағы зорайғаны, күшейгені оларға керек. Міне бұл батыстағы өздерін солшыл демократтарымыз дейтіндердің ұстанымдары. Сол солшыл демократтар барлықтарыңызға белгілі, анау екінші дүниежүзілік соғыста сол Совет одағын қолдап, Совет одағына шартсыз бүкіл қару-жарағын беріп, бүкіл қару-жарақ оғдар өндіретін зауыттарды Совет одағына Аляска арқылы тасып, теңіз арқылы тасып, Сталин оған пароходқа бәленбай мың тонна алтынды тебіп, Сталин Совет одағының бүкіл жаңағы алтын қорын Америкаға беріп, сонымен сол Қазақстанда, Әзербайжанда, Украинда анау тұтасыменен әскери заводтар құрылып, алдыңғы шепке өңкей қару жарақ жеңіл типтегі қаруларды өндіретін анау Алматыдағы АК-47 өндіретін зауытты да сол Американың қаржылай көмегімен салатыны осының бәрі содан шығады. Ал ол қару жарақты тубаста жобалаған адам сол қазақстандық болғанымен, бірақ оны жүйелі түрде өте зауыттық өндірістік сипатта сех болып, бір минутта бәленбай жүзін өндіретін ондай сех Совет одағында о кезде болмаған. Совет одағында. Одан кейін оның жаңағы түтігі, жаңағы оқты автоматты жеткізетіні, жаңағы оқты бірінен кейін бірін. Ана оқ қызып кеткенде сол қызуға қарсы ана болаттың құрамы, ол сол кезде Совет одағында ондай технология болмаған. Анау идея сол адамның идеясы болғанмен, бірақ ол қару бәленбай 100 оқты атқаннан кейін ана қызуды температураны түсіре алмай майысып, оқ қисық кететін болып кеткен. Осының бәрін дұрыстап, жаңағы қызудың алдын алатын, жылуды шығаратын, болатты майыстырмайтын, қатты болады, суыққа төзімді, суық пен ыстықтан созылмайтын, және суық пен ыстықтан жаңағы оқ қисық кетпейтін жасап, сол сехті іске қосқан тағы Америка іске қосты. 40 миллиард доллар қарызды Сталинге кредитті берген сол Америка. Сол екінші дүниежүзілік соғыста алған кредитін мына Совет одағы қайтарып, Совет одағынан қалған кредитті мына Ресей қайтарып, әлі қайтарып жатыр. Еуропаның бір бөлік қарызынан әрең құтылды. Оның өзі осы 12-ші жылы ма, 13-ші жылы ғана құтылды. Ал Американың қарызынан әлі құтылып болған жоқ. Екінші дүниежүзілік соғыста Америка мен Еуропаға орыс сияқты одақ керек болды. Себебі Сталинге анау қалың құлды өлесің ба, қырыласың ба, алдыңғы шепке айдап жіберді. Қазақтарға жаңағы 10 қазаққа бір мылтық, жаңағы 5 орысқа бір пулемет беріп қойып соғыс қайдады. Өңкей орыс еместерді алдыңғы шепке, жаңағы былайша айтқан кезде алдыңғы шепке шыбындай қырылуға айдап салды. Сол оларға да жаңағы сөйтіп өлерменденіп неміспен соғысатын адам керек болды. Сол кезде 700 мың жапон қолға түсті. Жапонның патшасы Америка атом бомбаны Нагасаки мен Хиросимаға лақтырып кеп жібергенде, Жапонның патшасы жеңіліп, жаңағы барлық жерде, өздерің жаулап алған жерде беріліңдер деді. Содан Филиппинде Жапон әскері берілді, Малайзияда берілді, Индонезияда берілді, Гонконгтағысы берілді, Қытайдағысы, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Бирма, Тайланд бәрін жаулап алған Жапон. Оңтүстік Корей, о кезде 2 Корей, 1 Кореяда берілді, Қытайда берілді. Сонда мына Қытайдың қиыр шығысында Жапонның 700 мың әскерін орыстар тұтқын қылып алды. Содан бүкіл жаңағы еркек кіндікті қалмаған, заводта қара жұмысшы керек, өндіріс керек. Содан 700 мың жапонды алып келіп, Қазақстаны бар, Сібір бар, айдап апарады. Ең соңында жапондар сұрап құлқылдап қоймағаннан кейін, сонда Жапонияға тірі қайтқаны 70 мың әскерге жетпейді.